Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін духовкада пісетін тауық еті мен картопты дайындаймыз. Бұл өте оңай және дәмді рецепт. Бар болған тауықтың еті мен картоп керек. Ал қалған көкөністерді өз қалауынша қосуларыңызға болады. Бұл рецептке кез келген тауықтың еті қажет. Мен бүгін тауықтың аяқтарын қолдандым. Және картоп, морковь, пияз, чеснок және әртүрлі специялар керек. Барлығы описаниеда бар. Біріншіден тауықтың етін дайындаймыз. Ол үшін оған кішкене тұз, қара бұрыш, соевый соус, кетчуп пен майонез және чеснок қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, шетке қойып қоямыз. Содан соң көкөністерімізді дайындаймыз. Барлық көкөністерді видеодағындай турап шығамыз. Енді көкөнісімізге әртүрлі специяларды қосамыз. Ол үшін тұз, қара бұрыш, универсальный приправа, куркума және сұйық май қосамыз. Содан соң жақсылап барлығын араластырамыз. Мен приправаға универсальный дегенін алдым. Сіздер картопқа арналған арнайысын қоссаңыздар болады. Куркуманың арқасында көкөністердің түсі осындай керемет ерекше болып шығады. Енді противенге көкөністерді бірінші қойып, содан соң көкөністердің үстіне тауық етін салып шығамыз. Мен бірінші осындай кішкентай противенге салып көріп едім, симағандықтан оны үлкенге ауыстырдым. Тауық еті мен көкөністің жалпақ противенде піскені дұрыс, сол кезде барлығы толықтай піседі. Сондықтан естеріңізде болсын. Енді духовкаға 180 градусқа примерно 1 сағатқа жібереміз. Мен пісірген кезде бетін ашық қалдырдым. Ал сіздер бетін фольгамен жауып тастап, бір 10-15 минут қалғанда ашып кішкене күйдіріп алсаңыздар болады. Міне біздің осындай сочный, түрі деген керемет болып шығатын дәмді тамағымыз дайын болды. Қолданылатын барлық ингредиенттер қолжетімді, бірақ дәмі ерекше болып шығады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер.